Менің бабам, яғни атам Әбдіғаппардың әкесі Тәжен, Ұлы Отан соғысы жылдарында әскерге соғысқа шақырылып, бірақ өкінішке қарай бір жыл, бір жарым жылдың ішінде елге қара қағаз болып оралған ғой. Ол кезде менің атам Әбдіғаппар 4-ақ жаста болыпты. Енді қырғын соғыс жылдарында азаматының сүйегін қайдан қалай іздеп жатсын, сондықтан бір сыртынан Құран бағыштаумен ғана тынса керек. Атам бертінде жер-жерге хат жазып, военкоматтарға сұрау салып, ескі архивтерден дело көтертіп жүріп, ақыры әкесінің қайда жерленгенін тапты ғой. Қайранер Мәскеуден 500 шақырымдай ары Псков облысының бір қиырындағы ескі деревняның маңында тыным тауыпты. Великолукий қырғыны туралы тіпті Википедияда бар. Шамасы сол кескілескен қырғын шайқастарының бірінде бабамыз жан берсе керек. Құдая тоба деймін да, адам өзі бір 80-нен асса да әкесін іздеп тұрады екен, адам 80-нен асса да адамға әке керек болады екен ғой. Атам Әбдіғаппар осылайша мыңдаған шақырым жол жүріп, әкесінің қабіріне зиярат қып, топырақ салып, Құран бағыштап қайтты. Ендеше бір әрқайсыңыздың да артыңызда осылай сізге қабіріңізге арнайы зиярат қып, Құран бағыштайтын ұрпақ қалдыруды тілеймін баршаңызға.